Қайырлы кеш, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Так, бүгінгі 20:00-де уәде етілген сабағымызға қош келдіңіздер. Ә, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Так, біз бүгін жалпы сіздерге уәде етілген математикалық олимпиада және логиканың 4-ші сыныптардың 100% 11 сабақта түсіндіремін деп айттым, және алғашқы 2 сабақты барлықтарыңыз қараған боласыздар, иә? Кім алғашқы 2 сабақты қалдырмай қарады, плюс қойып жіберіңіздерші, көрейік қанша адам біздің сабаққа қатысып жүр екен, көрейік. Тамаша, тамаша, тамаша. Мгм. Жаңадан қосылған оқырмандар бар болса, өзіңізді таныстырып жіберіңіздер. Қай қаладансыз, қай сыныпта оқисыз, мұғалімсіз ба, ата-анасыз ба, соған байланысты. Менің аты жөнім Нұрланбек Табысұлы. Математикалық олимпиада және логика бойынша жұмыс жасаймын. Оқушылар және мұғалімдер дайындаймын. Және сіздермен әрине тегін сабақтар жүргіземін осы YouTube каналда. Ә, Жаңа келген оқырмандар немесе тіркелмеген оқырмандар болса, бірінші YouTube каналға міндетті түрде тік басып тіркеліп алыңыздар. Алдына лайк басып жіберіңіздер. Қараңыздар, лайк басу деген енді сіздерге бір үлкен бір өтініш ретінде айтып жатқандықтан баса салыңыздар, себебі бұл біздегі видеоны көп адам қарауына мүмкіндік береді. Яғни ол сізге ғана емес, басқа да сіз сияқты сізбен деңгейлес, сізбен құрбылас, сізбен сыныптас Қазақстан Республикасының кез келген өңіріндегі балалар көре алатындай бізге охват береді. Сондықтан басқаларға да пайдаңыз тиеді. Сіздің бір лайкыңыз ана жақта видеоны басқа адамдарға көрсетуге ықпал жасайды. Сондықтан ол бір жай ғана басып басқаларға пайдаңыз тигізсеңіз болғаны. Жақсы, біз енді сабағымызды бастап кетейік. Мүмкіндігінше дәптер, ручка аламыз қолымызға. Керемет бір көңіл күймен отырамыз. Интернеті жақсы жерге, иә, Wi-Fi-дың қасына немесе телефоннан отырсаңыз, телефон жақсылайтын жерге отырып, бір сағат көлемінде, міне бір сағатқа жетпейтін болуы да мүмкін. Кем дегенде 40-50 минуттық сабақты толығымен қарап шығыңыздар. Мен сіздерге гарантия беремін, 100% сізге бұл пайдасы тиеді. Зияны тимесе, пайдасы тимесе, зияны тимейді. Сондықтан барынша кері жауап беріп отырыңыздар сұрақтарыма. Онда бірінші сұрақтан бастайық, иә? Бірінші тапсырманы енді уже жіберіп жатқан балалар бар жауабын. Так, цифрларының қосындысы 4-ке тең болатын 3 таңбалы қанша сан жазуға болады? Оларды жаз. Ол қандай күшті деп мынау. 3 таңбалы сан дейді бізде, иә? Яғни бізде А, Б, С деген 3 таңбалы сан алатын болсақ, бірақ цифрларының қосындысы мынау үшеуін қосатын болсақ 4-ке тең болу керек. Ең бастысы. Бірақ бұл жерде мына нәрсеге мән беру керек, иә? Цифрлардың қосындысы 4-ке тең болатын жағдай болса да, мынау ең жоғарғы разрядта тұрған А-ның мәні ешқашан 0-ге тең болмайды. Яғни кез келген көп таңбалы санның ең жоғарғы разряды 0-ге тең болмайды. Мысалы, сіз айтпайсыз ғой, сіздің жасыңыз қанша десе, 0,11 деп айтпайсыз, иә? Менің жасым 3 таңбалы сан деп. Олай болмайды. Ондай жазылмайды ол ешқашан. Бұл жерден цифрлар қайталанады, қайталанбайды деген шарт жоқ, сондықтан бұл жерде бізге қайталауға болады деген сөз. Ең бірінші неден бастау керек? Ең бірінші біз мынаны былай жазып алайық, иә? Мысалы, мынау А-ның мәні А, Б, С. Бірінші қандай сан? Онда жүздіктер орнына біз нешеден бастайық? 4-тен бастайық. 0, 0. Не 4 қосылған 0, қосылған 0 тең болады 4-ке тең. Орындалып тұр ғой? Жақсы, 4. Енді жүздіктер орны 4 болатын басқа сан бар ма? 400-ден басқа. Әрине жоқ, ол біреу ғана, иә? Енді біз қалай жасаймыз? Енді біз жүздіктер орны неше болатын? 3 болатынды қарастырып көрейік. 3 болатын болса бізде 1 қажет, иә? Ол бізде 310 болсын. Яғни мына жерде 3 қосылған 1 қосылған 0 тең болады 4-ке тең. Түсініп отырсыздар ғой, иә? Басқа бар ма 3-тен басталатын? Әрине бар. Ол бізде 300. Өте жақсы балалар, тамаша. Мен чаттан көріп жатырмын. Көбіміз 301. Ол бізде 3 қосылған 0 қосылған 1 тең болады 4-ке тең. Басқа жоқ 3-тен басталатын, иә? Жүздіктер орны 3-ке тең болатын, басқа жоқ. Онда қалай жасаймыз? Енді онда біз жүздіктер орны 2 болатынды қарастырып көрейік. Так, жүздіктер орны 2 болатын сан. Так, 200
Так, 220. 2 қосылған 2 қосылған 0 тең болады 4-ке тең. Так. Тағы қандай бар балалар? 2-ден басталатын. Ой, керемет, бізде чатта жазып жатқан балалар өте көп. Дұрыс, дұрыс, иә. Бірақ біз байқасаңыздар, белгілі бір заңдылық бойынша жазып жатырмыз, иә. Яғни сіз заңдылықтан ауысып кетуге болмайды. Так, дұрыс айтасыңдар, 202-ні қоюға болады. Өйткені 2 қосылған 0, қосылған 2 тең болады 4. Яғни цифрлардың қосындысы 4-ке тең. Ары қарай, тағы да енді бірі бар дейді. Дұрыс айтасыңдар, иә. 211 бар. 2 қосылған 1, қосылған 1 тең болады 4-ке тең. Басқа 2-ден басталатын бар ма бізде? Өте жақсы. Так, басқа жоқ дейді. Енді біз жүздіктер орны 1 болатын жазып көрейік. Жүздіктер орны 1 болатында. Ол қандай болады бізде? Так, 100. Мына қандай бірді қояйық? 112. Яғни 1 қосылған 1 қосылған 2 тең болады. Нешеге тең? 4-ке тең. Тағы да 121. 1 қосылған 2 қосылған 1 тең болады 4-ке тең, цифрларын қосыңыз. Тағы да бар ма екен бізде? Жүздіктер 1-ге тең болатын. Тамаша. 103 бар дейді жазып жатыр бізде. Яғни бізде 1 қосылған 0 қосылған 3 тең болады 4-ке тең. Өте жақсы. Тағы да 130 бар дейді. 130. Яғни 1 қосылған 3 қосылған 0 тең болады 4-ке тең. Басқа бар ма екен? Енді біз бірліктер, жүздіктері 0-ге тең болатын жаза алмаймыз. Сондықтан бұл жерде барлығы қанша екенін санап көрейік қазір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни бізде цифрлардың қосындысы 4-ке тең болатын 13 таңбалы сан жазуға болады екен. Түсініңіздер ма? Бұл жерде ең бастысы қандай заңдылықтан пайдаландық? Біз жүздік разрядта тұрған сандардан пайдаландық. 4-ті қойдық, 3-ті қойдық, 2-ні қойдық, 1-ді қойдық. Яғни белгілі бір заңдылық бойынша. Егер сіз белгілі бір заңдылық бойынша жазбасаңыз, онда сізде міндетті түрде қателік кетеді. Мысалы, 1-ден бастадан 1 санды ұмытып кетуіңіз мүмкін, 2-ден бастадан 1 санды ұмытып кетуіңіз мүмкін. Сол себепті бұл жерде есепті шешу өте оңай. Егер осы заңдылық бойынша жазатын болсақ. Түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы. Әрине, енді сабаққа қатысқаннан кейін каналға тіркелмей қарамаңыздар. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Мына жерде кішкентай кнопканы басасыз, болды. Және қоңырауды баса салуды ұмытпаңыз, иә? Егер сабақ есеп ұнап жатса, лайк баса салуды ұмытпаңыздар. Жақсы, жақсы түсінікті дейді. Кеттік ары қарай. Келесі тапсырмаға өтейік. Так, Бауыржан жаңғақ терді. Ол ағасына 25 жаңғақты, ал қалғанның жартысын анасына берді. Өзінде 20 жаңғақ қалды. Бауыржанда барлығы қанша жаңғаққа жиналған? Енді осыған байланысты есептер бізде математикада, әсіресе 4-ші сыныпта өте көп. Бұл тақырып бізде қандай тақырып жатады? Бұл тақырып бізде кері шегіну деген үлкен бір тақырып бар. Тура сол тақырыптың есептері қазір шығарып отырғанымыз. Кері шегіну. Енді бұны оңай шығару үшін біз бастапқыда мынау Бауыржанның қанша жаңғақ жинағанын білмейміз ғой. Оны біз x деп алайық, иә? Ол x жаңғағын, белгісіз жаңғақтан ағасына нешеуін берді? 25-ін берді. Ал 25-ін берді деген сөз ол өзінің жаңғағынан азайтып тастады ғой. Онда біз 25-ті азайтамыз. Мен жай ғана шарты бойынша жазып жатырмын, төмен қарай. Ал қалған жаңғақтың жартысын анасына берді. Жартысы дегенді қалай түсінесіздер? Жартысын қалай шығарамыз біз? Әрине 2-ге бөліп тастаймыз, иә? Бөлу 2. 2-ге бөлеміз. Сонда өзінде қанша қалды дейді? Өзінде 20 жаңғақ қалды дейді. Яғни біз мынау төмен қарай есептің шарты бойынша жаздық, міне, төмен қарай есептің берілуі бойынша. Енді біз осыны кері амалмен жазамыз. Кері амал деген түсіндіріп өтейін. Кері амал деген егер қосудың кері амалы азайту, азайтудың кері амалы қосу, көбейтудің кері амалы бөлу,
бөлудің кері амалы көбейту. Тура осы заңдылықтан пайдаланамыз. Енді біз жоғары қараймын. Мына 20-ның өзін жазамын. Маған мына x-ті табу керек қой, белгісі, иә? 20. Онда мен мына жақта бөлінген 2 болғандықтан мен 2-ге көбейтемін. Көбейту 2. Ал азайтылған 25 болғандықтан мен 25-ке қосып беремін. Сонда менде белгісі x шығады. Так, 20-ны 2-ге көбейтемін. 40. 40-қа 25-ті қосам, менде 65. Сонда бастапқыда бауыржанда қанша жаңғақ болған? 65 жаңғақ болған. Тексеру өте оңай. Тексеруді біз. Міне 65-тен 25 азайтатын болсақ, бізде 40 қалады. Ал 40-ті 2-ге бөлетін болсақ, 20-сын анасына береді, өзінде 20-сы қалады деген сөз. Түсініңіздер ма? Бұл кері шегіну деген тәсіл. Бұл енді қазіргі беріліп отырған сіздерге ең бір қарапайым тапсырмалардың бірі. Осыған ұқсас күрделі тапсырмаларды да шығару болады. Жаңағы жартысын берді, және біреуін берді, 3-тен 1-ін берді, тағы 3-еуін берді, ең соңында мынандай қалды деген сияқты есептер өте көп кездеседі. Ағай, сіз қай қаладансыз? Алматы қаласы балалар, Алматы қаласында тұрамын. Түсінікті болса, плюс қоя салыңыздар. Бізде жаңадан қосылып жатқан оқырмандар бар екен. Біз енді 4-ші сыныптың математикалық олимпиада логикалық бағытындағы сен зерттеушісің деген тақырыпты шығарып, солардың тақырыбымен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл бізде 3-ші, 4-ші, 5-ші сыныптар үшін. Бұл 4-ші сыныптың кітабы бойынша. Ал 3-тікімен де 5-тікімен де жұмыс жасаймыз алдағы уақытта. Жақсы ма? Жақсы, келесі тапсырмаға өтейік. Так, мәтіннің көлеміне қарасақ, шығару қиын сияқты, иә? Шығаруға деген желание жоқ болып қалатын сияқты. Так, үшеумізде де 10-10-нан асық бар еді. Енді менде қанша асық қалды? Енді кімде қанша асық қалды? Деп сұрады балалардың үлкені. Онша көп ұтқыза қойған жоқпын, деді ең кіші бала. 10 қалтамдағы асықтың біреуін сол қалтама салсам, онда 2 қалтамдағы асық теңеседі. Екеу тең болады. Ал егер сол қалтамнан асықтың біреуін 10 қалтама ауыстырсам, онда 10 қалтамдағы асық сол қалтамдағыдан 3 есе көп болады. 3 есе көп болады. Онда сендегі барлық асық менің ұтып алған асығымның тең екен, дейді балалардың үлкені. Менде қалған асық саны сенің барлық ұтып алған асығыңның жартысындай ғана, деді ортаншы үлкеніне. Ойыннан кейін балалардың әрқайсысы қанша асықтан болды? Қараңыздар, балалар, бұл жерде бұл әрине бөлуге байланысты тапсырма. Яғни біз бөлінгіштік белгіні пайдаланып шығаруымызға болады. Бұл жерде енді күрделі бір үлкен есеп шығаратын тапсырма емес. Сондықтан бұны мен сіздерге үй жұмысына қалдырамын. Үй жұмысы болсын. Бұны мен қай жерден тексеремін? Телеграм каналдан тексеремін. Телеграм дәптеріңізге шығарасыз. Телеграм каналға суретке түсіріп, ең соңғы постта комментарий ретінде жіберсеңіз болғаны, мен тексеремін. Дұрыс болса дұрыс, қате болса қате деп жауап беретін боламын. Жақсы ма? Біз бұл есепке уақытымызды алмай-ақ қояйық. Бұл енді кішкентай. Сәл ойланып, жауабын айтсаңыздарға жеткілікті. Өйткені бұл жерде әрқайсысында 10-нан 10-нан екені көрініп тұр ғой, міне. 10-10-нан. Яғни әрқайсында 10 асық бар. Сіз тек қана 10 санмен ғана жұмыс жасайсыз. Бірақ бұл жерде ең маңыздысы қандай? Бірінші үлкен баланың, кішкентай баланың, кіші баланың 10 қалтамдағы асықтың біреуін сол қалтама салсам, екеуі теңеседі, немесе керісінше болса 3 есе болады деген шығарсақ болды. Яғни сізге 10-ға дейінгі сандармен ғана жұмыс жасайсыз. Мен келесі тапсырмаға өтейін. Келесі тапсырма. Ейді бізде. Арман, Азамат, Мұрат, Бекжан, Айбатыр эстафетаға қатысу үшін сапқа тұрды. Арман эстафетада Азаматтан бұрын. Бірақ Айбатырдан кейін жүгірді. Мұрат пен Айбатыр қатар тұрған жоқ. Бекжан Айбатырдың да, Арманның да, Мұраттың да жанында тұрған жоқ. Кім кімнен кейін жүгірді?
Так, бұл енді қатар орналастыруға байланысты тапсырма. Бұны енді бірге шығарып көреміз. Өздеріңіз бірінші көріңіздер, сосын бірге көрейік, талдау жасап. Так, бізде неше адам бар екен өзі? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. 5 адам. Яғни біз 5 қатарға тұрғызуымыз керек. Былай қарай жүгіріп бара жатыр деп ойлайық. Так, бізде кім бар? Бірінші шарттан бастайық. Арман СТВ-да азаматтан бұрын. Арман мына жерде, азамат мұнда деп ойлайық. Арман азаматтан бұрын. Арман азаматтан бұрын, бірақ Айбатырдан кейін. Айбатыр мына жақта бізде. Айбатыр. Мұрат пен Айбатыр қатар тұрған жоқ. Мұрат пен Айбатыр қатар тұрған жоқ. Мұрат пен Айбатыр қатар тұрған жоқ. Мынаны жазайық. Мұрат пен Айбатыр қатар емес, яғни тең орында тұрған жоқ. Бекжан Айбатыр, Бекжанды қарайық мына жерде. Бекжан Айбатырдың да, Арманның да, Мұраттың да жанында тұрған жоқ. Онда Бекжан соңында болуы мүмкін. Бекжан жаққа жазып қояйық. Қайтадан оқиға. Бекжан Айбатырдың да, Арманның да, Мұраттың да жанында тұрған жоқ. Мұрат ортада болуы мүмкін да. Жанында тұрған жоқ. Енді есептің шарты бойынша қайтадан оқып көрейік. Есеп орындалды ма екен бізде? Арман СТВ-да азаматтан бұрын. Арман азаматтан бұрын тұр. Келісесіздер ғой? Бірақ Айбатырдан кейін жүгірді. Орындалып тұр. Мұрат пен Айбатыр қатар тұрған жоқ. Мұрат пен Айбатыр қатар тұрған жоқ. Міне. Бекжан Айбатырдың да, Арманның да, Мұраттың да жанында тұрған жоқ. Болды, есеп шықты. Онда бірінші орында бізде Айбатыр, екінші орында Арман, үшінші орында Мұрат, төртінші орында Азамат, бесінші орында Бекжан. Болды, есеп шықты. Яғни сіз бұл жерде есепті шығарған кезде міндетті түрде кесінді 4 бір сызып алыңыз, соған бар рет тәртібімен жазсаңыз болады. Яғни есептің шарты бойынша. Бұл жерде есептің шартын мұқият оқу өте маңызды. Басқа жауаптарыңыз бар ма? Осыған ұқсас болатын. Мұратты не үшін мына жаққа қоймадым, түсініп отырсыздар ғой? Мұратты қазір орнына ауыстыратын болсаңыз, онда мынау екеуі бірдей болып қалады. Бекжан екеуі. Сондықтан мен оны ауыстырған жоқпын. Жақсы, келесі тапсырмаға өтейік. Ой, керемет есеп, иелер дөңгелегі. Так, иелер дөңгелегінің көмегімен скрипкашылар және музыканттар, қыздар және ұлдар жиындарының байланысын бейнеле. Енді қараңыздар. Бұл жерде жиын туралы ақпаратымен түсіндіріп өтейін. Жалпы жиын бізде математикада өз нақты анықтамасы жоқ, бірақ қасиеттері бірде, элементтердің топтамасы ретінде қарастыруға болады. Бұл жерде бізде жиын деген жиынды біз қалай белгілейміз? Жиынның элементі деген бар, ішкі жиын деген бар, жиынның қиылысуы, бірігу деген бар. Кімге жиын деген анықтама немесе ат таныс? Әрине бұл 3-ші сыныптың соңында болады, және 4-ші сыныпта негізгі тақырып ретінде өтіледі. Так, мен біреуін ғана қарастырайын. Сәл қысқарақ болғандықтан мен қыздар мен ұлдар дегенді қарастырайын. Былай болсын. Менде А жиыны қыздар болсын. Элементтер бізде Q, Z, D, A, R. Арасында нүкте қоя салайын, өтірі. Мынау А жиынның элементтері. Келесі Б жиынында бізде ұлдар болсын. Ұл, Д, А, Р. Бұл Б жиыны. Енді бізде бұл жерде мынандай ұғымды енгізуге болады. Q дегеніміз А жиынның элементі, Z дегеніміз А жиынның элементі, D дегеніміз В жиынның элементі, солай кете береді. Енді бізге ең бастысы мына екі ұғымды қарау керек қой. Байланысы деп отырған бізде екі жиынның бірігуі қандай, және екі жиынның қиылысуы қандай. Соған байланысты. Енді біз екі жиынның қиылысуы дегенді білеміз. Екі жиынның қиылысуы деген былай, мысалы мен А жиыны деп бірінші дөңгелекті алайын. Так, Б жиын деп екінші дөңгелекті аламын. Екеуінің қиылысуын мен ортада белгілеймін.
Енді қарайық. А жиыны мен Б жиынында екеуінде ортақ болатын элементтер ол бізде екеуінің қиылысы болып табылады, иә. Мен қазір мына жаққа қиылысуын жазайын, бірігу екеуін нақты. Так, ортақ элементтер мынада Q бар, бірақ анада жоқ, P бар, анада жоқ, Z бар. Екінші ұлдарда жоқ, D бар, иә. Ортақ болатын D бар, ұлдар, қыздар дегенде. Сосын А бар. Не, мынада да мынада бар. А деген элемент бар. Р бар. Бұл бізде ортақ. Яғни бізде екеуінің қиылысу дегеніміз екеуіне де ортақ жататын элементтердің тобы. Ал екеуінің бірігу дегенді қалай түсінуге болады? Бірігу дегеніміз екеуінде де жататын барлық элементтер. Мысалы Q, P, Z, сосын T, A, R, сосын O, L. Мынаның барлығы менде бір. Яғни бірігу деген барлық элементтердің жиыны, топтамасы немесе екеуінде де жататын. Мысалы мен С деген жиынды алатын болсам, яғни мына А, Д, Р деген үш элементтен тұратын. Онда менде мынау С дегеніміз А-ның ішкі жиыны болады. Немесе С дегеніміз Б-ның ішкі жиыны болады. Немесе мен былай алайын. Д деген жиынды алайын. Ешқандай элемент жоқ. Онда мына бос жиын болады. Яғни бос жиын, элементі жоқ жиын. Бұл енді жиындарға байланысты десек, енді сіздер өздеріңіз мынау скрипкашылар және музыканттар дегенді жиындардың бірігуін, қиылысуын, ішкі жиыны дегендерді өздеріңіз жазып көріңіздер дәптерге. Так, түсінікті ғой, иә? Келесі тапсырмаға өте берсем болады ғой? Сұрақтарыңыз жоқ па? Жақсы, сұрақтарыңыз жоқ болса, мен онда келесі тапсырмаға өте берейін. Так, келесі тапсырма. Так, сұрақ қандай? 5 және 7 цифрларын пайдаланып, осы цифрлар екі реттен кездесетін барлық төрт таңбалы сандарды жаз. Неше нұсқасы бар? Екі рет кездесетін деген түсініп отырсыздар ғой, иә? Екі рет кездесетін деген қалай түсінеміз? 5 және 7 деген цифрлардан пайдаланамыз. Қанша екі таңбалы сан? Бізге екі реттен кездесетін. Төрт таңбалы. А, Б, С деп жазбай-ақ қояйық. Біз жұлдызшамен жазайық, иә? Жұлдызша. Өйткені бұл жерде қайталануы да мүмкін. Яғни бізде 5-тен екеу бар, 7-тен екеу бар деген сөз, екі рет қайталанып деген сөз. Қанша төрт таңбалы сан құрастыруға болады деген сөз. Жақсы, 1 минуттай уақыт берейін. Өздеріңіз бірінші шығарып көріңіздер. Қалай шығарамыз, қалай істейміз. Жақсы, қараңыздар. Енді көп адам жауап жазып жатыр. Біз енді көрейік. Қандай жауаптар кетіп жатқан? Дұрыс, бірінші санымыз бізде 5577 деген түсінікті. Енді бізде тура осыған ұқсас, жүздіктер орнына 5-ті қойып ары қарай 5-пен басталатын қандай сан бар? 5757. Қара көрдіңіздер ма? 5-ті жай ғана алға қарай жылжытып отырамын. Келесі 5775. Келесі сан. Яғни 5-ті біз жүздіктер орнына қойдық, ондықтар орнына қойдық, және бірліктер орнына қойдық, иә? Ал басқа бар ма енді 5-тен басталатын? Жоқ, онда біз 5-тен басталатын емес, 7-тен басталатын жазып көрейік. 7755. Енді мен 7-ні тура сол сияқты ондықтар орнында, жүздіктер орнында тұрған 7-ні алды қарай жылжытамын. 7575. Келесі 7557. Яғни мынадан үшеу бар, мынадан үшеу бар. Мына барлығын қосатын болсақ, бізде нешеу? Барлығы 6 сан жазуға болады деген. Яғни 6 төрт таңбалы сан жазуға болады. 6 деп жазғандар өте дұрыс, тамаша, керемет. Онда біз бұл енді қарапайым комбинаторикаға байланысты тапсырмалар, яғни біз қазір талдау жасау арқылы шығардық, иә? Іріктеу тәсілімен. Келесі тапсырмаға өте берейік. Егер
Сұрақтарыңыз жоқ болса. Так, келесі тапсырма. Анасы базардан апельсин сатып алды. Так, анасы базардан апельсин сатып алды. Сәуле оларды санай бастады. 3-тен және 4-тен санаған кезде бір апельсин артық қалды. 5-тен санағанда бірде-бір апельсин артық қалған жоқ. Егер апельсиннің саны мүмкін болатын саннан ең кішісі болса, анасы базардан қанша апельсин сатып алған дейді. Ал енді көрейік. Так, ары қарай жалғастырамыз. Сәл техникалық ақауларға байланысты баруға тура келді. Так, дауыс қосылып тұр ма екен сіздерге? Дауыс қосылып тұр ғой, иә? Бәріңізде. Естіліп тұр ма? Так, қазір бір тексере салайық дауысты. Ага, естіліп тұр екен. Жақсы. Так, ары қарай жалғастырамыз онда. Так, анасы базардан апельсин сатып алды. Қанша сатып алғанын білмейміз апельсинді. Бірақ оны 3-тен және 4-тен санаған кезде 3-ке бөлгенде немесе 4-ке бөлгенде не істеген ол? Бір апельсин артық қалып қойған, иә? Ал апельсинді 5-ке бөлгенде ештеңе қалмаған, 0. Біз содан пайдаланамыз онда. Бізде апельсинді 5-ке бөлгенде ештеңе қалған жоқ қой. Онда ол апельсиннің саны бізде 5-ке бөлінеді. 5-ке бөлінетін болса, ол қандай сандар болуы мүмкін? 5-ке бөлінетін қандай сандар еді? Тамаша. Яғни 0 мен және 5-пен аяқталатын сандар, иә? Қарайық онда. Мынау менде неден бастаймын? 5-тен бастаймын. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Бірақ бізге қараңыздар. Егер апельсиннің саны мүмкін болатын санның ең кішісі болса, ең кішісін тау, ең үлкен емес. Онда бізге осылардың ішінен қарап көрейік. Мысалы, 5-ті алып көрейін. 5 3-ке бөлінеді, 2 қалдыққа, 4-ке бөлінеді, 1 қалдыққа. Бұл болмайды. 10 3-ке бөлінеді, 1 қалдық, 4-ке бөлінеді, 2 қалдық қалып қойды. Болмайды. 15-ті қараймыз. 3-ке бөлінеді, бүтіннен бөлініп кетеді. Бұны қарамаймыз. Өйткені бізге 3-ке бөлгенде 1 қалдық қалу керек. Есептің шартында бар міне. 3-тен 4-тен бөлгенде 1 қалдық қалып қалады. Яғни 1 апельсин қалып қояды деген сөз. 20-ны қарайтын болсақ, 3-ке бөлсек, 2 қалдық қалып қояды, 1-ден болмайды. 25 3-ке бөлсек, так, 25-ті 3-ке бөлейік, неше болады? 8, 1 қалдық қалады, иә?
Так, 25-ті 4-ке бөлеміз, мына болатын сияқты. 6, 24 бір қалдық қылады. 25 өзі 5-ке бөлінеді, 5 болады. Болды, онда таптық уже. Бізде саны 25. Яғни ең кіші болатын сан ол 25 болады деген сөз. Жауап 25. Так, бізде 25 келген балалар бар ма? Өте жақсы. Бар екен 25 берген. Аха. Дұрыс, 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 тамаша. Ақтаудан дейді, Ақтөбеден дейді. Аха, аха. Бізде 4-ші сынып пен 3-ші сыныптың балалары белсенді. Жақсы. Кеттік ары қарай. Келесі тапсырмаға өтейік онда. Түсінікті ғой барлығыңызға, иә? Бұл жерде талдау жасау өте маңызды. Так, екі қораптан 1200 грамм кәмпит болды. Бір қораптан екіншісіне 50 грамм кәмпит ауыстырып салғанда, екеуінің массасы теңесті. Бастапқыда қораптардың массасы қандай болған? Бағана осыған ұқсас істеп шығардық. Бірақ сәл басқаша болды ол жерде. Так. Көрейік. Екеуінің саны бізде қанша? Екі қорапта, бірінші және екінші қорапта жалпы бізде 1200 грамм кәмпит бар. Бір қораптан екіншісіне 50 граммды. Бірінші қораптан 50 грамм, екінші қорапқа апарып салған кезде екеуіне істеген теңескен. Сонда бізге сұрақ қойып жатыр, әр қорапта қаншадан? Бізде көшеден машинаның дауысы өте қатты шығып жатыр. Ешкі жақынға. Мен даусым естіліп тұрса болды өздеріңізге. Бұны оңай шығаруға болады. Мен сіздерге қазір оңай тәсілін көрсетемін. Тең болды деген жерден пайдаланамыз. Екеуінің массасы тең болды. Онда біз 1200-ді бірден апарып екіге бөлсекші. Қаншадан болады? 600 граммнан болады, иә? Енді бізге 50 граммды алып екіншісіне салғанда теңесті деп тұр ғой. Онда маған бастапқыны табу керек болып тұр ғой. Иә? Бастапқыны табатын болсақ, біз бірінші қораптан екіншісіне салды деген сөз, мына жерден қандай қорытынды шығарамыз? Онда біріншісінікі бізде үлкен болып тұр, иә, бастапқыда көп. Онда мен 600-ге не істеймін? 50-ді қосып беремін. 650 грамм бұл бізде біріншінікі болады. Ал 600-ден керісінше 50-ді азайтып тастаймын. 550 бұл бізде екіншісінікі болады. Енді тексеріп көрейік. 650-ден 50-ді аламыз да, 50 граммда. Екінші қорапқа салатын болсақ, екеуінде де 600 болады ғой. 650-ден 50-ді аламыз 600, 550-ге 50-ді қосамыз 600 болды, екеуі теңесті. Яғни есептің шарты орындалады. Бірақ барлық қосындысы нешеге тең? 1200 граммға тең болып тұр. Түсінікті ме балалар? Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, сұрақтарыңыз жоқ болса, мен келесі тапсырмаға өтемін. Қайда кетті? Так, сөреге 19 қорап қойылған. Сөрені түгелдей толтыру үшін қанша қорап қажет? Бірінші сұрақ. Екінші, егер қораптың ұзындығы 15 дециметр, ені 14 дециметр, биіктігі 13 дециметр болса, онда сөренің көлемі қанша? Бізге сөренің көлемін табу керек. Сөренің көлемі қанша екенін табу керек. Так, бірінші толықтыру жұмысын жасап көрейік. Қалай толықтырамыз? Бірінші сұрақ енді қарапайым сұрақ, біз соған жауап беріп көрейік. Мынандай өзіне ұқсас түстеп алайықшы біз, иә? Ұқсастау келген. Так, мына жерді толықтырамын. Екіншісінде сызамын тура осылай. Біздің жоғары қарай. Толықтыру үшін бізде 1, 2, 3, 4, 5. Яғни бірінші сұрақ бойынша жауап бердім. Қанша қажет болады? 5 қорап қажет. Енді бізге көлемін табу керек. Ал көлемін табу үшін бізге бір қораптың көлемін табу керек, иә? Қораптың көлемін табу деген сөз бұл жерде А көбейтілген Б көбейтілген С ғой. Яғни бізге ұзындығы, ені және биіктігін көбейту керек, иә? Онда біреуінің көлемін табу алатын болсақ, бізде ол 15 дециметр, көбейтілген 14 дециметр, көбейтілген 13 дециметр. Осы төртеуінің көбейтіндісі. Так, қалай көбейтеміз? Қазір көрейік.
Көбейтенің мәнін жаза қойыңыздар. Үшеуін көбейткен кезде қанша болатын? Бізде 15, 14 и 13, иә? Көлемі сонда бізде 2730 дециметр куб. 2370 дециметр куб. Ол бізде бір қораптың көлемі. Енді осындай қораптан бізде нешеу бар? Басында 19 болды, одан біз 5-еуін қостық, 24 қорап бар, иә? Енді біз жалпы көлемін табу үшін 24-ті 2730-ға көбейтіп береміз ғой, дециметр кубқа. Қанша болатын бірден табу қиын емес. Тура жаңағы шыққан мәнге 24-ті көбейте саласыздар, болды. Қанша болады бізде? 65520 дециметр куб болады. Болды, жауап осы. Яғни бізге онда сөренің көлемі қанша деген сұраққа жауап беру үшін сөренің ішінде көлемді тауып отырмыз, иә? Онда 65520 дециметр куб. Енді бұл жерде қараңыздар, көлемге байланысты болғандықтан, көлемнің өлшем бірлігі міндетті түрде есімізде шығармайық, иә? Көлемнің өлшем бірліктері бізде неден бастаймыз? Көп жағдайда метр куб болады, иә? Метр куб бар бізде, дециметр куб бар, сантиметр куб бар, сосын миллиметр куб бар. Енді арасындағы байланысты қалай табамыз? Мысалы, сізде 1 метрде 10 дециметр бар екенін бәріміз білеміз, иә? 10 дециметр. Онда біз кубқа айландыру үшін жай ғана барлығын 3 дәрежеге көтереміз. 10-ның кубы, онда мына жерде қандай қорытынды шығарамыз біз? 1 метр куб дегеніміз ол 10-ның кубы деп отырғанымыз 3 дәрежесі ол 10 көбейтілген ғой. Онда ол қанша болады деген сөз? 1000 болады деген сөз бізде. 1000 дециметр куб. Онда мынау 1000-ға тең болады. Тура сол сияқты 1 дециметр кубта қанша сантиметр куб бар? Онда 1 дециметрде бізде 10 сантиметр бар екенін білеміз. Онда мынауда қанша болады деген сөз? 1000-ға тең болады. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар, мынаны көбейтсек тағы да 1000-ға тең болады. Яғни бізде қанша болады? 1000 миллиметр кубқа тең. Бірақ бұл жерде ең басты ескере кететін жағдай бар, иә? Көлемнің өлшем бірлігінде бізде литр деген ұғым бар. Ал литрдің мыналармен қандай байланысы бар? Бізде 1 литр дегеніміз, ол бізде 1 дециметр куб деген сөз. 1 дециметр куб деген өмірде көп қолданылмайды. Көп жағдайда біз литрді қолданамыз. Мысалы, магазинге барып сіз 1 литр су беріңіз, 2 литр су беріңіз деп айтасыз. Негізінде ол көлемнің өлшем бірлігі. Ал оны сіз магазинге барып қазір 1 дециметр куб су беріңіз, немесе 2 дециметр куб су беріңіз десеңіз, оны түсінбейді. Ол бізде математикалық тілде. Ал өмірде көп жағдайда литрді қолданамыз. Мынаны естеріңізде сақтаңыздар, иә? Мына өте маңызды, көп жағдайда қолданылады. Түсінікті ғой, иә? Есеп түсінікті ма? Маған бір кері байланыс беріп жеріңіздер. Кері байланыс беріңіздер маған. Егер түсінікті болса, плюс қойып жеріңіздер. Қазір көрейік қаншадан бізде берер екен. Жақсы. Келесі тапсырма. Келесі тапсырма бізде тік бұрышты параллелепипед пішінді ағаш келтегінен қабырғалары 5 сантиметр болатын текше пішінді ойық ойып алынды. Пайда болған фигураның көлемін тап. Қараңыздар, бізде текше берілген параллелепипед, оның ішінен бізде кішкентай 5 сантиметрлік текше қиып алынған, яғни қабырғалар бірде. Куб қой бізде, куб қиып алынған. Так, бұл жерде қалай есептейміз енді? Қалған бөліктің аудан көлемін табу керек. Аудан емес көлем. Енді көлем деген ұғымды білесіздер. А көбейтілген Б, көбейтілген С, немесе ол егер текше болатын болса, кубик болатын болса, онда А көбейтілген А, немесе бұны А-ның кубы деп айтамыз. Осының алдында мен жаңа өлшем бірліктерін түсіндіріп жердім. Енді қатты бір қиындық жоқ. Енді біріншінен есептейміз, шешуін тапқан кезде. Міндетті түрде үлкен параллелепипедтің, тік бұрышты параллелепипедтің көлемін тауып аламыз. Оны қалай есептейміз? Мына жақта ұзындығы бізде 9 сантиметр, ені 6 сантиметр, биіктігі 8 сантиметр. Біз осы үшеуінің көбейтіндісінен жалпы көлемді тауып аламыз. Так, 8, 9, 72,
оған 6-ны көбейтетін болсақ, қазір жай ғана 72-ні 6-ға көбейте саламыз. 2 1 ойды, 6 7 42 43 432 сантиметр куб болады, е? Енді біз үлкен тік параллелепипедтің көлемін тауып алдық. Енді арға нені есептеу керек бізге? Текшенің көлемін есептеу керек, е? Текшенің көлемін. Мынау менде параллелепипедтің көлемі, мынау текшенің көлемі. Онда 5 сантиметр көбейтілген 5 сантиметр көбейтілген 5 сантиметр. Қанша болады бізде? 125 сантиметр куб. Мен қазір текшенің көлемін тауып алдым. Ары қарай енді жай ғана не істеймін мен? Мынау қалған бөліктің көлемін табу үшін 432-ден сантиметр кубтан азайтамын 125 сантиметр кубты. Қанша болады? Жай ғана бағым бойынша азайта салайық. 432-ден 125 азайтамыз. Қанша болады? 12, 7, 0. Мұндақта қанша болады? 3 болады. 307 ма бізде? 307 сантиметр куб пайда болады бізде. Яғни жауабымыз бізде 307 сантиметр куб. Қалған бөліктің фигураның ауданы. Түсінікті ма барлықтарыңызға? Жалпы сабақтағы түсіндірілген есептер барлығыңызға түсінікті болды ма? Бір кері байланыс жасап жеріңіздер маған, я? Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, түсінікті болды дейді. Егер сабақ ұнаса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, және комментарийға плюс қойып кетіңіздер, егер түсінікті болса. Қандай да бір сұрақтарыңыз, немесе ұсыныстарыңыз болатын болса, комментарийға жазып жіберіңіздер, міндетті түрде мен жауап беремін. Ұнаса лайк басамын сіздерге. Жақсы. Бұл енді бізде әлеуметтік желі болғандықтан, онлайн сабақ болғандықтан, біз енді осылай ғана қарым-қатынас жасай аламыз сіздермен. Лайк арқылы, комментарий арқылы бір-бірімізге сұрақ қойып, соған жауап беріп. Жақсы, бүгінгі сабағымыз енді осы араға дейін болсын. Барлықтарыңызды сабақта көргеніме қуаныштымын. Алғашқы 2 сабақта өттіңіздер, мынау 3-ші сабақ бізде. Алла қаласа ары қарай бізде 11 сабақ бар. Сондықтан барлықтарыңызды ары қарай соңына дейін сабақта болатынына сенімдімін. Және сіздерден бір олимпиаданың чемпионын көргім келеді. Және сіздер соған лайықтысыздар. Міндетті түрде дәптер, ручкаларыңыз қолдарыңызда болсын. Математика міндетті түрде керек. Кез келген уақытта, кез келген жерде, кез келген мамандықта математикадан қашып құтыла алмайсыздар. Бүгін үйренбесеңіз, ертең алдыңыздан привет деп шығып тұрады математика. Сондықтан міндетті түрде математиканы түсінуге тырысыңыздар. Математиканы білген адам барлық сабақтан ешқандай қиындықсыз өтіп кетеді. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі сабақ осы араға дейін болсын. Сау болыңыздар.